Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Оқу мақсаты: дара және күрделі сын есімді анықтау. Сын есім заттың түрін, түсін, дәмін, сапасын, пішінін білдіреді. Және қандай деген сұраққа жауап береді. Сын есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара сын есім бір сөзден жасалады. Мысалы, көк, қандай, көк, үлкен, қандай, үлкен, жақсы, қандай, жақсы, ұзын, қандай, ұзын, семіз, қандай, семіз, өткір, қандай, өткір. Ал күрделі сын есім екі немесе үш сөзден жасалады. Мысалы, қызыл ала, қандай, қызыл ала, қара көк, қандай шалбар, қара көк шалбар, қандай, қара көк, қап-қара шаш, қандай шаш, қап-қара, қисық-қисық жол, қандай жол, қисық-қисық, түп-түзу, түп-түзу сызық, қандай сызық, түп-түзу, жап-жаңа киім, қандай киім, жап-жаңа, ала-құла, қандай ала-құла, тап-таза, қандай тап-таза, ақшыл сары, қандай ақшыл сары. Міне, сын есім дара сын есім және күрделі сын есім болып бөлінеді екен. Дара сын есім жалғыз бір сөзден жасалады, күрделі сын есім екі немесе үш сөзден де жасала береді. Оқулығыңның 97-ші бетіндегі бірінші жаттығуды түсініп отырып, көшіріп жаз. Енді берілген сын есімдерді екіге бөліп жаз. Дара сын есімді бір бағанға, күрделі сын есімдерді екінші бағанға жаз. Оқимын. Сарғыш, көкпеңбек, арық, қып-қызыл, тәтті, тәп-тәпті, аппақ, ашқылтым, сап-салқын, жап-жасыл, қараңғы, ұзындау, үшбұрышты, өп-өткір, мұздай суық, таудай биік, жарық, сарала, жұмсақтау, лас-лас, мықты. Міне, бұл берілген қандай сұрағына жауап беретін сын есімдер. Осы сын есімдерді, дара сын есімдерді бөлек, күрделі сын есімдерді бөлек бөліп жаз.